Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Мен Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Маметова Назым Қадыржанқызы. Бүгінгі сабағымыз информатика пәні бойынша ақпаратты кодтау тақырыбына арналады. Бүгінгі сабақтың мақсаты білім алушыларды кодтау ұғымымен таныстыру және Цезарь коды туралы түсінікті қалыптастыру. Ақпаратты белгілі бір алфавит арқылы ұсынуды кодтау деп атайды. Ақпаратты сақтау, қабылдау, ұсыну және өңдеу әдістері іс жүзінде ақпараттың ұсынылуы кодталу түріне байланысты болады. Ақпаратты кодтауды ақпаратты шифрлау деп те айтып жатады. Ақпаратты шифрлау мәтіндік ақпарат табиғи және формальды тілдердің көмегімен жазбаша түрде ұсынылатын ақпараттар. Ақпарат құрамына әртүрлі алфавиттердің кіші әріптері, бас әріптері, цифрлық таңбалар, сондай-ақ математикалық таңбалар кіреді. Кейбір жағдайда мәтіндерді бөгде адамдар көріп қоймас үшін оны құпия ұстау қажеттілігі туындайды. Осындай жағдайда мәтінді құпия түрде шифрлау жүзеге асырылады. Ақпаратты кодтау дабылды бір белгілерді екінші пішімге түрлендіру үдерісі. Кодтауға қарама-қарсы үрдіс декодтау деп аталады. Код дегеніміз нақты әр хабарламаға қатаң түрде белгілі бір белгілер үйлесімін сәйкестендіру ережесі. Бұл шифрлеу көбінесе көптеген күрделі шифрлердің бөлігі ретінде қолданылады. Мысалы, Цезарь шифры әлі де ро-13 системасында қолданыс табуда. Барлық монолитті шифрлер секілді Цезарь шифры де тез сындырылады. Практикада мүлдем қолданыс көрмейді. Компьютерде ақпаратты кодтауда екілік кодтау принципі қолданылады. Егер кодтау үшін 1 байт қолданылса, онда жалпы 2-ден 8 дәрежесіне тең таңбалар қолданылады. Яғни 256 таңба. Мәтінді көрсету үшін бұл жеткілікті ме екенін көрейік. Ағылшын алфавиті үшін кіші әріптерге 26 байт, ал бас әріптерге 26 байт қажет. Ал орыс тілінде 33 байт кіші және 33 байт үлкен әріптерге. Сандар үшін 10 байт. Тыныс белгілері мен арифметикалық белгілерді, қызмет көрсету операцияларын, сызықты беруді, бос орынды және тағы басқа тағайындау үшін 128 байт қалды. Демек, мәтіндік ақпараттың қажетті таңбаларын кодтау үшін 1 байт жеткілікті. Мәтіндік ақпараттарды кодтауға арналған тапсырма. ASCII символдар кестесі арқылы қандай сөз жасырылғанын табыңыздар. Берілген тапсырма бойынша жауабын қарастырайық. Сіздерде осылай шықты ма? Өздеріңіз салыстырыңыздар. Графикалық ақпарат, схемалар, эскиздер, диаграммалар, графиктер пішіндегі фигуралар немесе бейнелер, көрнекі символдар түрінде берілетін ақпарат.
Дыбыстық ақпаратты кодтау. Дыбыс дегеніміз амплитудасы үздіксіз және айқын өзгеретін толқын. Неғұрлым амплитуда көп болған сайын, соғұрлым дыбыс қаттырақ шығады. Дыбыстың мөлшерін өлшеуде арнайы децибел өлшемі қолданылады. Компьютерде дыбысты өңдеу үшін үздіксіз дыбыстық сигнал уақытша дискреттеудің көмегімен сандық дискретті формаға түрлендірілуі керек. Аналогты дыбысты жазу және оны түрлендіру үшін компьютерде дыбыстық тақтаға қосылған микрофон қолданылады. Қабылданған цифрлық дыбыстың сапасы дыбыстың мөлшеріне байланысты болады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, ақпаратты кодтау жолдары, ақпаратты кодтаудың түрлері туралы тақырыптарды қарастырдық. Тақырыпқа берілген сұраққа жауап жазыңыздар.